Салем достар, жадыгарыңыз калай? Күндөөрүңүз жакшы өтүп атат деп ойлойм. Бүгүн Астанада бизде бұрқасындап кар жауып тұр. Бірақ күнү жолу. Сол бүгүн сиздерге мынау дастур фильмі тууралуу өз пикиримди айткым келген эди. Жалпы тек кана бул фильм боюнча эмес, өзүмдүн биздеги элдеги кыздын тагдыры тууралуу, бул кинода жалпы көргөнүм кыздың жанагы жалпы бәрін көрүү керек деп ойлойм. Бізде жаңағы зорлық зомбулық, ұрып соғуу деген көп, қызды сыйламау деген тема тақырып көп. Ол кинода жалпы енді не туралы екенін айтатын болсақ, бұл жерде қызды ер азамат көшеде зорлап, жаңағы мектеп бітірген қызды сол ата анасы үй алмау үшін жаңағыдай сол ер азаматқа алып береді ол қызды. Мысалы ол қыздың өзінің арманы бар, өзінің жаңағы өмір сүру жоспары бар, соның бәрі бұзылып солай болады. Соңында өте қорқынышты жағдайлар болады жалпы, бірақ енді негізгі ой жақсы жеткізілген деп ойлаймын. Бұл жерде дәстүрдің жаңағы біз ұялғаннан көп адамның тағдырын бұзамыз, соған сол дұрыс емес екенін көрсету. Яғни мысалы мен қазір өзім Аллаға шүкір Астанада 7 жыл тұрамын. Оған да жайдан жай себеп болған жоқ. Бір себеп бұл жаңағы екі жоғары білім болғандықтан, және де қазақша орысша тілді грамотно, яғни керемет білгендіктен, сондықтан осында келдім. Ол да бірлескен болған жоқ, оны бөлек рет боламын, 4-ші рет қана болды. Сосын бұл жерде тұрып мен жаңағы біздегі қыздардың тағдырын, оңтүстіктегі қыздың тағдыры, жалпы қазақ қыздарының тағдыры оңтүстікте өте төмен деңгейде екенін көрдім. Біз адам емеспіз, ұрады жаңағы әйелдерді, сосын қол көтеріп бәрі бірге ғой, енді сыйламайды, жұмыс істемейсің, сен үйде отырасың дейді. Сосын мысалы неше түрлі ер азаматтар бар да, мысалы киген киімің болмайды, басқасын алып кел, жаңағы істеген прическаң болмайды, барып басқасын істеп кел дейтіндер бар. Сосын жаңағы таңертең әйел жұмысқа кетіп қалса, мен нәскиім қайда деп, сондай әйел жұмыста мысалы да, сен бәріне төтеп беру керексің. Түнде жаңағы 3-те келсе, жаңағы тамақ істеп беру керексің, сондай да. Әрине оның бәрін жасауға болатын шығар, бірақ енді қазіргі заманда қаншалықты орынды, мысалы сен әйеліңнің жағдайын, келіншегіңнің жағдайын жасап жатсаң, әрине ол жасайды деп бәріне, жаны тыныш болса, проблемасы мәселесін шешіп беріп тұрсаң, онда жаңағы алақаныңды салып отырсаң, істейді. Бірақ сонда да артық жаңағы мен күйеуімін, мен сенің ер азаматың, сен маған қарызсың, немесе сен мен үшін бәрін істеу керексің деген ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан да сол фильмді көрген кезде, сосын мен подкасттарды көрдім, көремін, сұхбаттарды көремін, тек бұл тақырып қана емес, бүкіл жалпы тақырыптар бойынша жаңағы өмірбаяндар туралы, немесе жаңағы атақты адамдар мен атақты емес адамдар, жаңағы қарапайым өз шеберлері туралы көрген ұнатамын. Сол енді менің айтайын деген нәрсем ол жаңағы оңтүстіктегі қыздың тағдыры. Қазір білмеймін, сонда кез келді ма ашық сөйлесуге болады, ашық айтуға болады деп ешқандай ұялмайды. Өйткені ол тек қана сенің өмірің. Мен өзім өмірім туралы айтып берейін, эксклюзив деп па, эксклюзив емес шығар. Мен жалпы ажырасқанмын 2008-де бір
жігіттерді көп таныстырып, таныспай жұмыс істеймін деп жүрген адам. Бір ауылдың жігіті маған жабысып, жақсы көремін, өлең сүйемін деп жабысып, сол үйленгісі келіп бір күнде мен қалай иә деп жауап бергенім есімде де жоқ. тіпті соған шықтым. Сосын ол былай болды. Біз үйде төрт қызбыз. Папамыз 2003-те қайтыс болады. Папа 47-ші жылы, мама 56-ші жылы. Папамыз құрылысшы болды. Инженер-строитель, инженер құрылысшы. Сосын вахтамен жұмыс істеді. Мамамыз экономист, бухгалтер істеген. Сосын мемлекеттік қызметте істеді. Сол басында папамыз жақсы тауып тұрды, мамамызды бірге істеп. Сосын папамыз қысқарып қалды. Сонымен жаңағы стресске түседі. 90-шы жылдар болды. Сосын енді бізде де үйде керемет болды деп айтамын. 90-шы жылдар бәрі жаңағы ақша жоқтықтан өзіне жұмыс істеп кетті. Мысалы, құрылысшы болып. Біздің папа қолынан бәрі келетін, бәрін жасайтын, нан да пісіретін. Тек жаңағы көңілі болса да, былай тез жасамайды да. Соған мама жынданатын. Сосын мама сүйектен жүретін сөздерді көп айтатын оған. Ол соған шыдамайтын тұғын. Сосын ішетін, ол кезде бәрі ішетін тұғын. Дүкендерде арақты прям көптеп сататын. Көршілердің бәрі солай ішетін. Сосын былай қарапайым әшейіндегі айта алмайтын нәрсені ішіп алып айтатын. Оған мама жынданатын. Соны қол көтеруге дейін баратын, бірақ қатты емес, көгеріп ондай жоқ. Бірақ сонда да қол көтеріп, мама соған ренжіп. Сосын кейін ойламай келе ол қол көтеру де болмас еді, өйткені мама тілден табады ма или сондай да мысалы. Бірақ енді әрине папам да дұрыс емес, бірақ сосын уже ол ұрайын демесе де бізге айтып, біз жаңағы төртеуміз маманы қорғап істейтін тұғынбыз. Сосын менің әпшем бар, Гүлжамиля аты. Сол медицина саласының қызметкері, дәрігер тұғын. Сол күйеуге шықпай қойды. Сосын мама бізді әрдайым мессенджерге диплом алып берген. Сол диплом өтерін тауып шешіңдер деп айтатын. Ары қарай өздерің деп. Сосын бір кезде туысқандардың бәрінің қыздары күйеуге шыға бастағаннан кейін менікі дұрыс емес екен, осында күйеуге беру керек екен деп неғыла бастады, уайымдай бастады. Өзі іштей өзін жейтін адам кішкене қатты. Сосын әпшем күйеуге шықпай қойды. Өйткені білмеймін неге екенін. Сонымен мама жылай бастады. Отыра бересің, бәрін шықпайсыңдар ма деп. Сосын ал мен жалпы әрдайым өзімді ойламайтын тұғым. Өзімнің армандаған ағылшын тіліне түскен жоқпын. Сосын бірдеңе бастайын десем, ой сен бастамай қой деп айтатын еді маған ше. Сөйтіп мейлі қоя салатын едім, өзімді былай басуға жол бердім, өзім армандарыма армандарынан бас тартуға жол бердім. Негізі өзім кінәлімін шығарым білмеймін, бірақ сонда да ата ананың балаға сен қолыңа бәрі келеді, сен түсесің, сен үйрене аласың, сен табыс табасың деп айту өте маңызды. Үйде баса беру керек емес, өйткені басқа адам жоқ. Бірақ енді кінәлау да дұрыс емес. Ата ананы олар бізді жаңағы асырап бағам деп өліп тіріліп 90-шы жылдар мысалы свет жоқ, газ жоқ, шамның несінде тамақ жеп, домбырамен өлең айтып, далада ошақ істеп пісіріп қойып аман есен құтқарып қалдық. Бірақ сонда да білмеймін енді. Сонымен үйде жанжал не істеме басталды. Сосын маған ғана сөйлетеді мама. Менен кейін соңында
дәрігер. Сосын ол 2004-те кетіп қалды Алматыға. Сосын 91-ші жылы сіңлім бар, менен кейінгі Асия, 91-ші жылы Зиягүл. Қазір бірде айта салайын, мен әпшем жаңағы Алматыда бір бала шағасы бар, отбасылы, менен кейін келіп шықты, барлығы дұрыс. Сосын менен кейінгі сіңлім Асия, ол да дәрігер, ол балалар дәрігері, ол да тұрмысқа шықты. Жаңағы сол. Және де 91-ші жылғы сіңлім, ол Шымкентте, Зиягүл. Оның 3 бала шағасы бар, Құдайға шүкір. Шықты бәрі. Мен әлі шыққан жоқпын деп па. Мен жалпы ешқашан шықпаймын деп ойлағанмын. Мен жұмыс істейін деп ше. Ақша табамын, мысалы мен тамақ істегенді, тұрғанды ұнатпаймын. Мен былай ыдыс-аяқ жуып, үйді таза ұстау, үйге керек заттарды алу, мен сол ұнайды маған. Енді не керек? Мама жыламасын деп шығармын 2008-ші жылы. Мама бақытты болсын, проблемам бәрі шешілетін шығар, мен күйеуге шықсам деп ойлаймын да. Бірақ оның алдында біздің әпшеміз өте қатал сондай қыз, адам жақтырмайтын әйтеуір. Сөйтіп сол мен университетте кезде бір бала ауылға алып қашамын, үйренеміз деп сөйткен кезде, әпшем айтқан кезде біз әлі дайын емеспіз ғой деп кеткен. Сосын деп бір жағынан мен өзім де ауылға шыққым келген жоқ, ол кезде университетті бітірмей жатып шыққым келген жоқ, бір жағынан сөйтіп ана бала ол кезде не тұрған жаңағы мен жалпы бастауыш сынып мұғалімінде оқығанмын ғой. 24 қыз ауылдан мен бір өзім қаладан тұрмын. Жақсы адамдар көрдім сол кезде. Мама негативті ойлайтын, не қыласың ол қыздар ауылдарына шақыратын еді қонаққа. Сөйтіп мен қорқатынмын, бармайтынмын, алып қашып кетті деп ше. Мама айтатын, ой, олар сол өздерінің ауылдарына қалып кетеді, не қыласың, адам болмайды деп сөйтетін, араласпайды деп ше. Ал қазіргі уақытта бәрі керісінше болды, олар бәрі жаңа қалада тұрады, отбасы сондай. Сондықтан сөйтіп мен ана балаға айтамын да, қонаққа барамын ғой группаласпен. Ол айтады, басымды айландырып жеңгесі екеуі жаңағы алып қашып бақшы болады, беріп алдым, бәрі жабық, жаңағы сол жаққа қарай. Қалай апарасыңдар десем, басқа бір жол бар дейді. Сол жолға не ал сөзіме айтамын, әй мен давайте мен үйге айт шығайын деп бірдеңе көндіремін да. Сосын әпшем айтса, біз дайын емеспіз ғой, не деп өзі күйеуге шықпағандықтан ба білмеймін ғой. Сөйтіп бірдеңе қылып киімдерді жинап, мен вкусымдағы болмаса да жаңағы размеріме келмесе де әйтеуір бір заттарды жинап береді ғой маған мені. Сөйтіп ол 7 сайдың баласы болады. Маған ұқсайтын болады түрі. 81-ші жылғы, мен 84-пін. Сөйтіп артынан сол кезде мысалы 100 мың теңге алып келген. Ол 100 мың теңге біз не алдық ана спальный гарнитур бар ғой, сол. Сөйтіп ол мен әрбір мелочқа не қыламын, айнасы сынып қапты да барған кезде. Сөйтіп ұзату да болды, той да болды. Ұзату да өзім түріне қарасам сүйретті, өзіме ұқсамаймын да. Сөйтіп ұзату болды, 2 күннен кейін той болды. Сол жаңағы Жетісай жақта. Сөйтіп жағдай жоқ жер екен, су да жоқ, ешқандай жағдай жоқ. Жаңағы әрине не болса да болсын, мен нем ғой жаңағы алғашқы атап бастаған табалдырығым ғой деп қабылдадым да, жаңағы осы жерде тұру керекпін деп. Сосын 40 күн шықпау керек деген бар екен, 40 күн шыққан жоқпын. Сосын не болды,
қалай болды. Сөйтіп жұмысқа тұрғызып тұрамын десем жұмысқа не қыласың тұрып деп сөйтті. Бірақ кейін жұмысқа тұрғызған дәріханада мына тұрмыстық химия бар ғой, соны сататын тұрғызды. Жақсы дәріхана екен. Сосын жалпы 2,5 ай тұрдық біз. Сол 2,5 айдың ішінде 2 бір бесік тойға бардым. Сосын мені күле беретін келін деп айтатын тұғым. Сөйтіп жаңағы енді ол кезде қыз болып келесің ғой. Егер сондай жігітпен жүрмейсің, не қылмайсың, қыз болып келесің. Сонымен бала көтермедім деп тиісті. Сосын ол қалай жасалатынын да білмеймін. Сосын көтерген екен, тіпті нашар болып сезіндім да өзімді, андай жақпайтын тұғын, мамасы ұрыстыра беретін бір ана ескі бір маталарды не қылып өзі жумайды да, кір жуғыш машина жоқ, қолмен жуасың. Мен бірақ қолмен таза жуатын тұғым жалпы. Сонымен ұрыстырып баласын қызғанып сөйтетін. Кейін білдім, жаңағы приворот деген бар, қара магия жасаған, баласын қызғанатын. Жаңағы мамасының көзінше қолын ұстауға болмайды, мамасының көзінше құшақтасу тіпті болмайды, сондай да. Ал баласы азынан түнде де кемінде күнде ішетін тұғын. Түнде 2-де 3-те келеді, 5-те келеді. Неше түрлі қыздардың арзан түрлері сондай болған. Мен бірақ жақсы көретінмін, түсінбейтінмін, неге олай деп. Сосын мамасы айтатын тұғын, сен шыдау керексің, ер азаматқа үйлендім деген сезіну үшін 1 жыл керек деп ше. Сосын мен ойлайтын, жынды ма? Мен сондай адамды, шынайы адаммын, егер мен керек емес екен көріп тұрсам, мен қашып кетемін. Тұра алмаймын онша. Сосын мысалы той болды, той болған кезде мен құрбыларым 3-4 құрбым келді машинамен, сөйтіп солармен билейін билеткізбей болған. Енді оның бәрін айта беретін болсақ, қазіргі аса не емес, енді маңыз не емес деп ойлайсың, бірақ маңызы солғанша. Сөйтіп не керек, жұмысқа тұрмай жатып, жаңағы огородтар, мусор, сондай не екен да, жүзімдер жерде жатқан, ағаштар, түптер қопарылмаған, сондай күтіп ұсталмағанда да уход жоқ. Соның бәрін мусорын жинап, ағаштарында тастап, не қылып, жүзін байлап, сөйткен. Түнде келген экскью. Кім істеді мынаның бәрін? Мен айттым, періште істеді дедім. Конечно, мен істедім. Сонымен бір жаққа барайық десе бармайтын тұғымыз. Әрең дегенде бірдеңе. Сосын мешітке барған кезде оның інісі бар тұғым. Бірақ інісі өзіне ұқсамайтын тұғын. Сөйтсем туған інісі емес. Жаңа енді кінәламаймын, просто мамасы басқа біреуден туғанда, екіншісін екеуі не болсын деп, жаңағы серік болсын деп туады екен. Оны не қылып, фамилиясы басқа екенін тыңдадым да. Жаңа ғана дәстүр фильмде мақыр сұрайды ғой, мақыр сұраған кезде мен қанша теңге сұрағанмын? 5.000 ба, 15.000 ба, сондай сұрадым ғой деймін. Ондайды білмейсің ғой, мен просто андай қылмаймын да, біреуге салмасағым келмейді, қинағым келмейді. Тупо махаббат. Ол керек емес көмеші. Мысалы қыздар ноутбук сұрайды, телефон, машина сұрайды, сол дұрыс екен. Өйткені сен бәрібір ол адамға адал боласың, сол адаммен бірге тұрасың, ешқайда кетпейсің, бала шағасын туып бересің деген сияқты ғой, туысқандарына қарайсың. Одан да асып түсетін, мысалы, енді қызмет емес, ол ештеңе де керек емес деп ойлайсың да, бірақ ол қаншама нерв, қаншама сенің уақытың да, еркекке деген сенімің, сосын оған талап қоймасаң, ол ештеңе керек емес екен деп ойлайды да, сені бағаламайды тіпті. Сосын ұрысып қалған кезде мамасы айтатын тұғын, сен қазір кетсең, 18 жасар қыздығы бар, қызды алып келеміз, проблема жоқ деп. Сосын жаңағы
жатпайтын тұғын түнде жаңағы баласы маған ренжіп одан кейін зачем не істеп жүрмін деп ойлайсың ғой. Сосын сөйттім да 2,5 айдан кейін қашып кеттім. Ол кезде жүкті болатын. Сосын бірақ бірден шештім жаңағы шетелдік сериалдар бар, просто Мария, сосын жаңағы маманың сіңілі бар, ажырасып келген баласын адам көрмей, тұратын жері болмай, үйге сыймай, бәрі қуып, сосын бізде ана жер үй бар еді, сол жер үйде тұрып 5 жыл ақша жинап басқа қалаға әйтеуір үй алып нормально тұрып кеттім ғой. Соны көріп мен анадан бала туғым келген жоқ, қайтпасам бала жандымын да. Сөйтіп жаңағы әйеліне қарай алмаған адам кейін менің баламды келіп тұрмасын деп сосын кетіп қалдым. Кәдімгі неден түрмеден қашқан сияқты болдым ғой. Тек қана құжаттарымды алдым да сонымен кеттім. Сонымен қалай айтсам екен, кейін күйеуімнің телефон нөмірін көп ауыстыратын тұғын. Сөйтіп мама кім еді? Ол звондады кешкісін. Жаңағы кесең аяғыңды сындырамын деп. Ол кезде домашний телефон бар, үй телефоны. Мама да нормально қарсы алған сияқты болды. Ол кезде біз мамамен тұрамыз. Әпшем бар, сіңлім бар. Төртеу тұратын ғой. Бірақ сосын басталды концерт. Сосын мамасы звондады, енем звондады. Мен баламды баламмен ұстап қалайын жатсың ба деп. Мен айттым, жоқ, ондай вообще жоқ, қорықпаңыз дедім. Сөйтіп бірден шешім қабылдадым, жаңағы аборт жасатамын деп. Сосын как раз сол кезде дәрімен алып тастау деген бар екен, дәрімен жасадым, бірақ өте қиын нәрсе екен. Оңай нәрсе жоқ емес. Сондай болды, сосын депрессия болды. Айбай жоқ. Бір айдан кейін олар келді, жаңағы бізге тәрбиесіз қыздарыңыз керек емес деп айтуға келді деп. Ол кезде марқұм маманың мамасы Шарапат апа бар тұғын. Сол дастархан жасатып бәрібір барасың әлия дейтін. Сосын мен жарайды деп келісіп отырғанмын. Сосын бір кезде аңғар келген кезде отырыңдар, дастарханнан үлкен емессіңдер деп отырғызып қойды. Сосын апа айтты, бұл жерде сен шешпейсің, енем жастар өздері сөйлессін демек. Ана бала дуаланып отыр ғой менің күйеуім. Сөйлесетін әңгіме жоқ деп. Бітті деп сонымен кетті. Сонымен мен жаңағы киноларды көрсетеді ғой, бөлмеден шықпай отырады. Тура сондай болды. 2,5 айдай ма, 3 айдай. Сосын мен жаңағы маусымда шықтым, августтың аяғында келдім. Сентябрь, октябрь, ноябрь, солай. Сосын бүкіл заттың бәрін тастап жібердім. Тек қана неке қағазы бар еді, и жаңағы ақ орамал мен бірінші таққан. Соны қалдырдым да басқасын бәрін құптап жібердім. Ештеңе қалмасын іште. Сосын мен Алматыға қашып кеттім. Сіңіліме барамын деп. Ол да мені мәз болып қарсы алған жоқ. Бірақ не керек істедім ше деп. Сосын даяшы болып жұмыс істедім. Желтоқсан, қаңтар, ақпан, по-моему. Сөйтіп қаңтарда жаңағы оның жағында не бар тұғын, племянница бар тұғын, жаңағы туысқандарының қыздары да 12-де ма, солай 14-де ма, екеуміз жақсарып жатырмыз. Сол маған звондап үйленейін деп жатыр деп айтты да, жаңағы күйеуім ше. Сөйтіп ол мен білемін ба, номерін өшіріп тастаған. Айтпақшы, жасатайын деген емес, звондап сұрайын деген кезде ол телефон отключен болған еді. Сондықтан кейін типа соған ренжіп қапты, аборт істегеніме деп сөйтті. Сол маған ол маңызы жоқ.
өйткені азаннан кешке дейін түнделетіп іше беретін адам жақсы әке болады деп ойламаймын. ал мен өзім үшін туып алу деген тема маған ұнамайды ешқашан да. өйткені өзіңді асыраймын айтсам, өзің үйге сыймай жатқан кезде балаңмен тіпті сыймайсың. мүмкін мен дұрыс емес ойлап жатқан шығармын. сосын басқа адам бөтен баланы алмайды деп ойладым да. сосын содан бәрін саралап тумаған себебім сол. әрине ол үлкен күнә құдайдың алдында, бірақ өзім әрең сенің үйің емес деп айта беретін маған сол. сонымен қандай жағдай болды, сөйтіп жаңағы Жетісайға баратын болып шештім да, сіңлім де айтты барып қайтсай мүмкін алдынан өлсем тоқтайтын шығар деп. бірақ мен ойладым да, мен барсам оған, ол мен сөйлесе ма сөйлеспей ма білмеймін ғой. сөйтіп хат жаздым. білмеймін, почеркім түсінікті болды ма түсінікті болмады ма, бір 2-3 парақ болды. сосын жаңағы неке қағазы мен жаңағы орамалды алып алдым да бардым. бірақ үйдегілерге айтқан жоқпын оны, өзім шешімде шештім. сосын барсам 3-4 күн жаңбыр жауып тұрған тұйық. негізі жаңбыр адамның жасы деп айтады ғой. шынымен де жас, менің жасым. мен шынымен де 3 ай жыладым. жалпы адамды ұмыту үшін, бірақ бір жарым жыл керек екен. сонымен сөйтіп менің істеген дәріхананың қасында бір кафе бар болатын. сол кафеге бардым да, сосын тек қана тойда дружка болған баланың нөмірі бар, соған звондадым да, бүйтіп ол ала ма алмай білмейсің ғой. сөйтіп ол келді, сосын айтты, мен қазір алып келемін оны деп. мен айтып хатты беріп жібердім, жаңағы неке қағазын беріп жібердім, егер келмесе жыртып тастаса да әйтеуір не болсын дедім да, мен кете саламын деп. сонымен 2-3 кружкама стакан қара кофе ішіп алған, жыламау үшін, өзім жаңағы әлсіздігімді көрсетпеу үшін. сөйтіп ол келді, сразу тапсырыс берді сразу. сөйтті да мен айттым, мен күйеуге шықпақ жігіттермен сөйлесе алмай жүрмісің, неге үйленіп жатсың, үйленбей тұр, үйленбей қайтадан көрейік та деген. не үшін келдің, бекер келдің, мен бәрібір үйленемін деп сөйтті. сөйттім де мен счет төлеп шығып кеттім. сонда 15 минутқа. сосын қайтадан Алматыға келдім. сосын тыныш болды. 2009 ғой, иә, сол. сөйтіп мама мені Алматыда босалып кетеді деп ойладым ма. сөйтіп мені вахтаға жұмысқа тұрғызады, созаққа. сол кезде алғашқы аудармашы болып бастаған кезім. мені 2008-де бір күшті бала үйретеді Шымкентте. қоғамда жұмыс істеп жүрген кезде сол аудармашылық іске мен соған өте ризамын. аты мұхит, дүйсенбек мұхит. қазір білмеймін қай жерде істеп жатқанын. алла разы болсын. мәңгілік менің жаңағы сүйікті ісіме айналды. сондықтан екеуміз қапқылап аударатын тұғымыз. сол керек болды. қорқып қалай мен аудармашы боламын деп, бірақ жүріп кетті, аллаға шүкір. сөйтіп бір күні үйге келсем, жазда, шілде ма маусым ба сондай, тамыз ба, сол кезде мама жылап отыр. не болды десем, менің күйеуім қалаға көшіп бай қызға үйленіп, жаңағы маманың жұмысына, маманың кабинетіне тұрып алыпты. мен не істерімді білмей, барып ұрайын ба, төбелесейін ба, біреуді жалдайын ба, неше түрлі ой келеді ғой. не істейсің, бірақ ештеңе істемейсің, түн бойы ұйықтамаймын. сосын мамаға айтамын, қалай дейсіз? мама жұмыстан шығамын. сосын бір кезде, неге жұмыстан шығасыз дедім да, сіз жаңағы 35 жыл стажыңыз бар болса, оны жазып жұмыс істедіңіз, содан не аласыз ба? сосын мама бастыққа кіріп айтқан екен, мен жаңағы күйеуімді бұрынғы 4-ші этажға ауыстырып, мама 3-ші этажға өзінің кабинетіне қалыпты да.
сөйтіп 1,5 жыл істеп, сосын оны жұмыстан шығарып жіберді, жұмысын істей алмай шығарып жіберді деп сөйтті. Бірақ ол негізі өзекті не сол кезде проблема басталды. Мама машина мініп алыпты, киініп алды, жаңағы әйелі налогыйда істейді екен, бай қыз екен, сен соны істей алмадың деген тема кетті. 1,5 жыл бойы менімен де жүрді. Сосын мен мамаға айттым, значит осындай ойлаған сізді жаңағы қалаға ауыстырып алады деп, бұл мамаға чітко келетін бала ғой. Сіз ондай емессіз, сіз тек қана айлыққа таза бізді жаңағы оқытамын деп жұмыс істейтін адамсыз, ешқандай жаңағы біреуге жұмысқа тұрғызбай пара алмайтын десем, жоқ, сосын қоймайды ғой, сен соны істей алмадың деп. Сосын енді ана қара дуа, магия дегенге сенесің, сенбейсің, сенбейін десең неде андай. Мен кетіп қалған кезде, мысалы, адамға жамандық істесең, шынымен де бір жақсы адамға да, ол моментально қайтады негізінде. Сол кезде менің мамасы қайтыс болып кетті. Сосын мен оны көрмеген, бірақ сосын жаңағы жақсы көретін жеңешеміз таныстыруда қатысқан. Сол не соның баласы бірінші курс оқитын еді, сол қайтыс болып кетті жолда. Күйеуі инвалид, мүгедек болып қалыпты дейді. Мен өзім опять же көрген жоқпын, иә, бірақ мен оны тілеген жоқпын да, имандары саламат болсын, жазылып кетсін күйеуі деп. Бірақ сондай болып қалыпты да. Сөйтіп кейін мен 2016-да білгенім, атасы жаңағы енем негізі бізді маманың жұмысындағы директор таныстырған ғой. Сол директорға кірген, ол жаңағы облыстық департаменттің директоры да, соған кіріп айғайлап сені таныстырдым деп сөйткен екен. Мен оны білмеймін ғой, мама не үшін жынданады түсінбеймін. Сөйтіп жаңағы адам өліп кетті деген сияқты. Енді ол жерде ол таныстырған кісіден көру өте дұрыс емес, өйткені ол жаман болсын деп таныстырған жоқ қой. Сондықтан да тағдыр деп ойлаймын мен. Өмірде ешкімге жамандық тілемеген, ешкімге таныстыр деген жоқпын да. Сөйтіп сосын мен жолын жауып тастаған деп айтты маған бір таусылар. Енді құдайға серік болды дейді, бірақ енді бір қыз айтпақшы, ондай адамдар бар болатын болса көріп кел, значит артық етпейді көмек сұраған дейді ғой. Сондықтан да оларға да жаңағы достастыруға, жолымды ашуға қанша ақша берсем де ешқандай болған жоқ. Бірақ ондай адамдардың да шеберлері бар, шынымен де қолынан келетін, жолды ашатын. Сондықтан да не андай жолым болмаған бір 10 жылдай ма сондай жұмысқа кірсем шығып кетемін, қарыздарға кіріп кетемін, сондай да. Сөйтіп мысалы қарыз алсам әрдайым өзім жабуға тырысамын да, ешкімге не қылмайынша. Бірақ төлей алмай қалған кезде мама біліп қойып, жаңағы өзі жауып беретін тұғын кредиттерді 2 рет. Сөйтіп соны міндет қылатын, сөйтіп анау сіңімім, әпшем, мен соны мен сыйламай қоятын соған. Өз-өзін жейсің, сосын қолынан түк келмей деген. Мама жаңағы самоутверждаться етеді да, сөйтіп этого. Сосын еще сен маған қарызсың деп айтады. Сосын одан арасында мама өзінің жұмысына кіргізеді. Ол жерде де бізді керемет жұмыс істесем де оны көре алмай подставить етіп шығарып жібереді, тиісе береді да. Сосын мен ондайға не қылмаймын, керек емес болса жаңағы кетіп қаламын да. Өзім таңдаған жұмысты менсінбейді мама. Сосын бірақ мамаға айтамын да, сіздің жұмысыңызға кірмеймін мен, мама. Сіз ол құрбыларыңыз болып қалған бұрыннан. Егер и так біз екеуміз ұрыса береміз, табыспаймыз. Одан біз ұрысамыз, бағзынан кешкейін сіз көзін білмейтін дедім. Сөйтсем
енді ол жақсы ниетпен не қылады ғой, бір жерге тұрғызса тұрақты болса деп. Сондай болды. Сосын сөйтіп өрден шығып кеттім деп оған ренжіді, жұмысты ауыстыра бересің деп оған тиісетін тұғын, шалға тие сал енді кім алады сен деп сөйтіп айтатын тұғын. Мен үйден көп қашып кететін тұғын, сөйтіп иттей болып келдің ба деп айтатын тұғын. Бірақ мен бөлмем болатын, сол бөлме сенікі болып тұрады, тиіспейді деп сөйтіп қызығы жаңағы бұрынғы күйеуім енді қалада тұрып жатыр екен, жаңағы мамам жұмысында екен деп неғылған кезде оны көрген жоқпын, қалада да көрген жоқпын. Әйтеуір ұл баласы бар деп естігемін. Аты Нұржан. Мамасының аты Малика, және оның інісі Бекжан. БНЖ деп айтатын тұғым. Жамандық тілемеймін, бақыт тілеймін. Бұл сынақ деп ойлаймын просто. Өзім кінәлі емеспін деп те айта алмаймын. Бірақ қолдау керек деп ойлаймын да. Қосылатын болса қосылатын едік, шынымен жақсы көрсе үйленбейтін едік деп ойлаймын. Соның короче не керек. Мен 2010-да Астанаға неге келемін, жаңағы еңбек демалысына. Осы жерде менің сынып құрбым бар, сыныптас. Сол Астана басталған кезде, құрылған кезде көшкен болатын, сол шақырды. Келдім, ұнап қалған тұғын. Бір 3-4 күнге ма келдім сонда. Бірақ енді ол жерде ойлаған жоқпын, тұрамын бірдеңе деп, бір жаңа орындалмаса арманым қол жетпес деп ойладым да, қайдан деп. Сөйтіп 2013-те ол күйеуге шықты да, сол кезде тойға шақырған, сонда тоже бармайтын шығармын, халықтың тойы, Астанада тем более. Бір кезде мама барып кел деп жіберді, сөйтіп бардым. Сосын содан бастап жұмыс іздемейсің ба деді, неде, Астанада. Сөйтіп жұмыс іздеу бастады. 2013-те 3 ай жазда біраз өзі вахтада істеген әріптесім бар тұғын. Сол үйіне тегін тұрғызып, сосын кейін квартира жалдап көрдім бір қыздармен. Квартира жалдаудың несін бір видеоға түсіргім келіп тұр осы күні. Өйткені шытырман оқиға. Сөйтіп 2014-те тағы келдім. Еңбек демалысы болды ғой, ол кезде бір айға. Сөйтіп 2015-те тағы келдім 3 айға. Жұмыс табылған жоқ, сосын үйге кетіп қалдым. Сөйтіп менде бір жынды бар, жынды емес шығар мүмкін. Туған күні 31 тамызды Шымкентте Кабискадағы караванда өткізу. Соған бір асыға береді екен шынысы. Кейін жалпы сол ажырасқаннан кейін 2008-де психологияны зерттей бастаймын да. Сөйтіп психология неше түрлі шығар ғой, психосоматика деген сияқты, энергопрактика деген сияқты. Сол кезде оказывается үйді жібермейді екен да, жаңағы туған үй, тегін үй, мама деген сияқты. Сонымен қайтып бара береді екенсің, дайын емессің да. Бұл жерде яғни жаңағы Америкада сияқты шетелде, иә, баланы 18 жастан шығару керек үйден. 18 жас болмаса да әйтеуір 22 әйтеуір жас келді да. Өйткені адам өз-өзіне сенбей қалады, өзін ойламайды. Ал бала өзін ойлау керек, ата-ана емес деп ше. Ата-ана өз-өзін жаңағы дендері сау болса қалай алады, ал сен ары қарай өмір сүру керексің деген сияқты ше. Ақша жинау, өзің үй алу деген мүлдем ойламайсың, мысалы. Қазір еркелеп жүре бересің да. Сосын ол да сені мәз қыла ма, менің үйімде тұрып жатсың деп. Сол сенің бөлмең дейді, сенің бөлмең емес деп. Мен тамағымды жеп жатсың деп неше түрлі әңгіме айтады. Келсең иттей болып келді, қолыңнан түк келмейді, сен біреу алады деп жатсың ба, болмайды. Жаңағы сосын өлгім келетін, сөйтіп өзі ойламайсың да, жаңағы не, мен қайтыс болсам сен мені көме алмайсың да деген сөздер неше түрлі сөздер. Әпшем
ұрғаны бар, жаңағы звондап өлтірем дегені бар, сен надоело болдың деп ше. Сөйтіп 2016-та жаңағы не мама әпшеме баратын Алматыға балаларына қарауға. Сол кезде маманың не айналып келеді, екеуміз тұрсақ нормальный боламыз да, әпшемен барсақ негативный ұрса береміз. Сөйтіп жаңағы көндірген ойдың арендаға беруге, Шымкентте үйде 3 бөлмелі үйде сөйтіп или сатамыз деген ба сондай. 2013-те мен Алматыға көшмекші болдым. 2013-те бір айға барамын да қаңтарда жұмыс таппай үйге қайтқым келеді да, қашып кетемін Шымкентке. Онда да мама кеңесімшімен бірге тұрғым келмейді деп айтқан екен. Мен айттым, тұрғысы келмесе мен айтып біреудің үйінде тұрамын, бірақ Алматыда тұрмаймын дедім да. Мен шын ниеттен тұрғым келді жұмыс істеп Алматыда ше, бірақ пробкасы жаман екен да, кептеліс бар ғой. Жарты күн сен бір жаққа барасың, жарты күн бір жаққа барасың. Автобус болса да, ол көлік болса да, ужас енді. Одан сұхбаттасуға барсаң, сен Алматыда болмасаң, вы не с Алматы деп жақтырмайды. Сондай короче. Алмаған болатын. Сосын әпшем жынданып, сен неден жұмысшы болсаң да барып үйден жүріп, мен 2 жоғары біліммен неге жуап етемін дедім. Бірінші жоғары білімді алған кезде мен грантта емес, ақылы түрде оқыдым да. Сөйтіп мама, сен маған қарызсың деп айтатын. Екінші жоғары білімді алған кезде 2000 түспеймін дедім мамаға, өйткені сізге қарыз болғым келмейді деп ше. Жүргізген бәрібір. Енді оның ниеті ақша, жаңағы мен жұмысқа тұрсын деп, экономист түсіп заочно сырттайтын ма. Сөйтіп 3-ші курста жаңағы бастауышта оқыған кезде очень мені грантқа ауыстырамыз, жақсы оқыған үшін, немесе болашаққа жібере аламыз дейді. Үстіне болашаққа барғым келеді. Ағылшын білемін ғой мен. Кезде ағылшынға түсейін деген кезде түсірмейсің, түсірмеймін сені деп мама әпшесі жаңағы заочтық мектепте сосын сіңілісі ағылшыннан беретін. Совершенствование керек шетелде, айтпасам жұмысқа алмайды деп өтетін. Сөйтіп мама соған сеніп, мен де соған көніп түспеген ғой, бастауышқа түсіп. Бірақ химия биологияға тапсырамыз да, сосын бастауышқа ауысамыз. Қазір түсінетін жақсы өтті бастауышқа түскенімше, өйткені балаларды жақсы көремін, жаңағы керек те қазір. Бірақ мектепте істеген жоқпын. Сосын мама айтады, болашаққа мен сені жаңағы түсіргізбеймін, саған болар, мен пәтерді залогқа қоймаймын дейді. Грантқа ауысамыз. Сонда да сен маған қарызсың, жаңағы ақылы оқыған жылдарға дейді. Бірінші білім бойынша, екінші жоғары білім бойынша тоже қарызсың деп айтады. Сосын жаңағы несиелерін жауып бергенге сен қарызсың деп айтады. Кейін бәрін саралай келсем, бәрін әкеге естіген да. Екеуміз тұрсақ маған жаны ашиды мама ше. Бірақ оны жаңағы әпшем көре алмайды. Әпшем соншалықты андай ақша десе өледі. Мен оны жақсы көремін. Өмір бақи соларды ойлап, мысалы ше, әпшем колледжге түсті да. Сөйтіп жоғары академияға түсе алмай қалған кезде, академияда ускорен деген ашылған тұғын. Мен оған түсе алмаймын деген кезде сен түсе аласың дедім да. И түсірдік оны. И ол түсіп кетті да. Интуиция бар да, түйсік ше. Сіңілім, мысалы Алматыда, Бақтыда болсам, заттарын беріп жүретін тұғын. Парфюм болсын, не болсын, кішкене ақша көмектескен бар. Кішкентай сіңілім тоже Алматыда оқыды. Ол банк қызметкері. Сойды. Оған да көмектескен кішкене. Міндет емес, бірақ сосын жұмыс қалған кезде уже олар маған даже 500 теңге бермейтін тұғын. Сен міндет қылып бересің. Маманы да күшті киіндіруге тырысатын тұғын.
сөйтіп сондайды сөйтіп м, м, ақша бойынша менімен сөйлеспейді оған ешқашан. Не түсінеді ол не түсінбейді деп ше. Мен қазір өз тарапымды ғана айтып беріп жатырмын да. Олардың өз пікірлері бар ғой, конечно. Мен де періште емеспін. Бірақ мен ешкімнің ақшасын алып, дүниесін алып, теріс қырып жасаған жоқпын да. Сосын ақша жинау туралы ойламадым. Өзім үйім болу керек деп ойлаған жоқпын да. Мама қарау керек, маманың қасында болу керек деп ойлайтын тұғым. Ол мүлдем дұрыс емес екен. Бірақ мен оңайды да оған ше. Басқа қала жаңағыдай басқа ел тіпті ойламайсың да ғой. Сөйтіп бәрі күйеуге шығып өз үйлерін алып кетіп бәрінде үйлер бар да қазір. Сөйтіп мен жаңағыдай уразбитого корыта орысша айтқанда солай болды да. Оған мен өзім ғана кінәлімін деп ойлаймын. Олар кінәлі емес. Просто өзің арманыңда қатып тұру керек. Түсемін деген оқуға түсу керек. Кетемін деген қалаға кету керек. елге. Өз болашағын жасау керексің. Және де сен жетістікке жетсең, бала жетістікке жетсе, ата анасын туысқандарын қалдырмайды эгоист деп ойлаймын. Сөйтіп 2016-та сол жаңағы үйді сатамыз, арендаға береміз. Сен тегін тұрып жатсың салады да енді. Мен Алматыға көшкім келмейді десем, сені ешкім тыңдамайды дейді. Соны ол жинаған ол маған ақша беріп жұмысқа тұрғызғысы келеді да. Сосын мен мамаға айтамын, мен и так онсыз да сізге қарызбын, тағы да қарыз болғым келмейді. Жаңағы мен Астанаға кетемін деймін да. Тағы да көремін. Өйткені 2 жылға білім бар, 2 тілді жетік меңгерген, біреуге керек шығармын деген соң. Тағы да қарыз болып келесің деп сөйтті. Оны көреміз дедім. Сөйтіп мен хайвай шығарамын. Сатайын деп жатыр. Ана 2 сіңліме айтамын, сосын бір кезде бәрі маған қарсы болады, ұнайды саған. Сол кезде мен тағы бір қалышыға барамын ғой. Ол ауданда тұрады екен, сол ауданға барады екен. Жақын еді бірақ. Сол айтатын, сенің әпшең ақша үшін бәрін істейді, сатып жібереді да. Сосын 1 жылдан кейін мамаға Алматыда үй әпереді, соны қуып жібереді. Тияған келеді мамам деп ше. Сол кісінің айтуы бойынша жаңағы үйде жастық тазалатып, жастықта сабан, болған топырағы, шаш болса, сондай жамандық жасаған болады екен да. Соны ағынды суға ағызу керек екен. Сондай жасаған тұғым, соны 2016-та. Сол кезде ғана білдім ғой, жаңағы енем маманың бастығына беріп ұрысқанын ше. Тағы да қоймайды ғой әпшем Алматыға келді. Мен айттым, енді бармаймын Алматыға дедім. Біріншіден сен барсың бұл жерде, сен қасында тұрғым келмейді. Жек көретін емес, ештеңе істеген жоқпын деп ше. Екіншіден пробкамен тұрғым келмейді деп ше. Сондай болған.